Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар? Бүгінгі видео сабағымыз баланы бірінші сыныпқа қалай дайындау керек, сол туралы болмақ. Яғни баланы бірінші сыныпқа қалай дайындау керек? Оқушы бала бірінші сыныпқа барғанда нені білу керек? Сіздер әрине жақсы білесіздер, жаз уақытында әсіресе ата-аналарда былайша айтқанда паника басталады. Паника дегеніміз яғни уайымшылдық басталады. Балам қалай барады бірінші сыныпқа? Күзде балам егерде бірінші сыныпты дұрыс оқи алмай қалса қайтемін? Әріп танымайды, қосып оқи алмайды, бірге екіні қоса алмайды деген сияқты көптеген сұрақтар мазалайды, және де маған да көп ата-аналардан осындай сұрақтар келіп түсіп жатады. Сондықтан осы сұрақтың жауабын жазу үшін сіздерге осындай видео жазба қалдырдым. Бірінші сынып оқушысы ең алдымен толықтай бару үшін бірінші сыныпқа дайын болу керек. Ол баланың әрине жасы жету керек, 6 жасқа немесе 6 жастан асқан болу керек. Және де ол оқушы болғанға дайын ба мектепке? Ол дегеніміз, яғни бала түсіну керек мектепке баратынын, және де ол мектепте не істейтінін ол бала түсіну керек. Әрине қазір балалар яғни ойын баласы, оның барлық уақыты ойынға кетеді, бірақ сол уақытын сіздер ойнап отырып бірінші сыныпқа дайындауларыңызға да болады. Сонымен оқушы бірінші сыныпқа барарда, яғни бала нені білу керек, ең бастыларын мен сіздерге айтып өтейін. Ол ең бірінші оқушы өзінің атын, фамилиясын білу керек, және де ата-анасының аты жөнін білу керек, әкесінің, анасының аты жөнін, және де тұратын қаласын білу керек, тұратын қаласындағы көшенің атын, үйдің нөмірін білу керек. Мысал үшін Сәтбаев көшесі 5-ші үй 6-шы пәтер деген сияқты. Бұл бір. Екіншіден, ата-анасын туралы толық мәлімет. Яғни ата-анасы кім болып жұмыс істейді деген сұраққа жауап бере алу керек, және де ол қайда жұмыс істейді. Яғни мамандықтары қандай деген сұраққа жауап беруі қажет. Бұл екінші. Үшіншіден, оқушы міндетті түрде 10-ға дейін санау керек, тура санау керек, және де кері санау керек. Егер де одан көп санай алатын болса, 20, 30, 40, 100-ге дейін санай алатын болса, ол әрине өте керемет. Бірақ та ең негізгі 10-ға дейін тура және кері санай алу керек. Және де көп балалар, яғни баланың деңгейіне де байланысты. Егер деңгейі жоғары болатын болса, онда ол бала 10-ға дейін тек қана санап қана қоймай, қосу, азайту амалдарын пайдалану қажет. Мысал үшін 1 қосу 2 тең болады 3 деген, яғни қарапайым өрнектерді орындау қажет. Одан кейін келесі, осы 10-ға дейін сандарды салыстыру қажет. Мысал үшін 1 артық 0-ден, 2 кем 3-тен деген салыстыруларды орындай алу қажет. Яғни қай жағы аз, қай жағы көп, соны оқушы бала білу керек. Бұл 4-ші болды. Бізде олай болса, ары қарай оқушы жануарларды ажырату керек. Соның ішінде үй жануарлары дегеніміз қандай жануарлар, оларға нелер жатады? Түйе, жылқы, сиыр, олардың үй жануарларына жататынын, ит, яғни мысық. Ал енді және де жабайы жануарлар болатынын, олар орманда өмір сүретіндігін, үйде өмір сүрмейтіндігін, соны оқушы ажырата алу керек. Және де сонымен қатар осы жануарлардың төлдерін атай алу керек. Мысал үшін, сиырдың төлі бұзау, түйенің төлі бота деген сияқты осындай жануарлардың атауларын, төлдерінің атауларын білуі қажет.
келесі оқушы қандай Қазақстанда тұрады, оқушы Қазақстанда тұратынын, онда қандай қалалар бар екенін білуі қажет. Мысалы үшін ол Өскеменде тұрса, тек қана Өскеменде емес, басқа да қалалар бар екенін, Алматы, Астана, Шымкент, Қызылорда, Түркістан деген сияқты қалалардың атауларын білуі қажет. Ары қарай келесі оқушы көлік түрлерін білуі міндетті. Ол көлік түрлері қандай болады? Ол су көлігі ма? Және де әуе көлігі ма? Әлде бізде жерде жүретін көліктер ма? Сол көліктерді атау керек. Бұлар бізде машина, автобуспен кімдер жүреді, олар кімдерді тасымалдайды, қандай жолдарға жүреді, пойыз, мысалы үшін пойыз алыс жолдарға жүреді, ал әуе көліктерін атаймыз. Олар бізде ұшақ, тікұшақ, олар қалай жүреді, немен жүреді, және де олар кімдерді тасымалдайды, және де қай жақ ұзақ, алыс сапарларға тасымалдайтындығын балаға біз түсіндіруіміз керек. Соларды олар білуі қажет. Және де балалар білуі қажет, ең алдымен мектепке не үшін баратынын білуі қажет. Не үшін барады бала? Біз мысалы жұмысқа не үшін барамыз? Сол сияқты бала да мектепке не үшін баратынын нақты білуі қажет, және де сол сұраққа жауап беруі қажет. Одан кейін тағы да оқушы өзінің сүйікті ісін атай алуы қажет. Сүйікті ісінің бар екендігін, және де ол қалай аталатындығы, не екендігін, онымен қалай айналысатындығы туралы ол өзі кішігірім әңгімелеп айтып беруі қажет. Келесі, қазіргі заман талабына сай, қазір бағдарлама өте қиын, өйткені қазіргі бағдарлама баланың дайын болып келгендігін қалайды мектепке. Олай болатын болса, оқушы міндетті түрде 42 әріпті жаттап келуі керек. 42 әріпті, және де олардың қалай жазылатындығын, баспа түрін біліп келуі қажет. Жаза алмаса да біліп келуі қажет. Және де дауысты, дауыссыз дыбыстарды ажырата алуы қажет. Мысалы үшін, А дыбысы дауысты ма, дауыссыз ба деген сұраққа жауап беру керек. А ол дауысты дыбыс, созылып айтылады деген сияқты. Келесі дауыссыз дыбыс. Мысалы үшін, олар Т дыбысы. Олар тез айтылады, және олар созылмайды. Дауысы Т, Н, Д, Т, Б деген сияқты. Осы дауысты, дауыссыз дыбыстарды ажырату керек. Олар дауыссыз дыбыстар көк түспен, дауысты дыбыстар қызыл түспен белгіленетіндігін оқушы міндетті түрде білу қажет. Және де егер де баланың деңгейі кішкене жоғарырақ болатын болса, бала буындап оқып тұру тиіс. Мысалы үшін, ана, яғни әріптерден, дыбыстардан құралған, 3 дыбыстан, 4 дыбыстан құралған сөздерді буындап оқып тұру қажет. Ана, дала, сара деген сияқты. Одан кейін ол буындап оқу үшін оқушы бірінші буынға бөліп тұруы қажет. Ол міндетті. Мысалы, көбелек. Көбелек. Үйде осылай үйретесіз. Мысалы үшін кез келген үйдегі затты алыңыз да соны буынға бөлдіріңіз. Мысалы, орындық. Орындық. Неше буын бар? 3 буын бар. Бірінші буын қандай? Екінші буын қандай? Рын. Үшінші буын қандай? Дық. Деп осылай күнделікті сұрап, үйде сұрайтын болсаңыз, оқушы буынға бөлуді тезірек үйреніп алады. Және де буындап оқуды да меңгеріп алу қажет. Сонымен қатар оқушы геометриялық фигураларды білу керек. Геометриялық фигуралар дегеніміз қандай фигуралар? Олар 4 бұрыш, 3 бұрыш, дөңгелек, яғни шеңбер деп айтамыз. Оны басында оқушылар балаларға айтуымызға болады дөңгелек деп, одан кейін оның мағынасы кеңейіп шеңбер болады. Дөңгелек деп айтамыз, дөңгелек. Енді үйдегі заттарды, кез келген заттарды сұрауларыңызға болады. Мысалы, есік қандай пішінді? 4 бұрыш пішінді. Доп қандай пішінді? Дөңгелек пішінді. Терезе қандай пішінді? 4 бұрыш пішінді.
деп осылай күнделікті баланың көріп жүрген заттарынан сұрап пішіндерді баланың ажыратуына сіз үйде жаттығу жасауыңыз қажет. Келесі, оқушы білу керек міндетті түрде оң қолын және сол қолын білуі қажет. Көбінде бірінші сыныпқа келген оқушылар, балалар оң қол мен сол қолын ажырата алмай жатады. Ол үшін сіздер үйде міндетті түрде қайта оң жаққа бұрыл, оң жақтағы қағазды маған алып кел. Оң жақта тұрған қағазды маған бер. Сол жаққа бұрыл деп үйде үйретсеңіз, ол бала міндетті түрде оң мен солын айыратын болады. Және де арт жақ, арты, алды дегенді білу керек. Оны қалай жасаймыз? Оны үйде тұрған кезде артымда кім тұр? Алдымда кім тұр? Жаныңда не тұр? Артыңда не тұр деп сұрау арқылы оқушының алды, арты, оңы, солын, яғни білуі қажет. Енді егер де сіздер бұдан да толығырақ мәлімет алғыларыңыз келсе, мен оны астына, осы видеоның астына описанияға жазып кеттім. Соған қарап, балаларыңызды мектепке дайындауға болады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.